12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі қазақ елі, эфирде театрым тағдырым хабары және мен Жұлдыз Бесек. Бүгінгі біздің қонақжай төрімізде талантты актриса Индира Мұстафаева. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Денсаулығыңыз? Аллаға шүкір. Бәрекелді. Өте жақсы. Ендеше сұхбатымыз бастайық. Бастайық. Киелі сахна туралы айтсаңыз. Киелі сахна. Әрине, сахнаны киелі деп атайтын себебімізде өз орны бар. Театр киелі. Театрды киім ілгіштен басталады деп бекер айтпайды. Бұнда өнердің әр сыры тазалықтан басталады. Келгенен қалай киім ілдің, солай сахнада ойнасыңды. Сахнада не себепті киелі деп мен баяғыда таң қалатын өзім. Шыны керек, не себепті киелі болды екен деп. Әрине, әртіс болғаннан кейін әр түрлі образдар сондайсыздар, әр түрлі кейіпкерді енесіз. Сонда жалғыз комедия болсын, драма болсын, мысалы, қаншама киелі аналарды ойнаймыз, қаншама жаңағы мықты адамдарды сомдаймыз, соған енеміз. Киелі дейтінден сол себептен шығар. Сахнаның киелілігі. Абайлаңдар, абайлап жүріңдер, абайлап сөйлеңдер, бет алды сахнада күлмеңдер деп тәлімгерлеріміз де о бастан келгеннен сөйтіп үйрететін бізге. Енді міне театр қара шаңырақта істегелі осыны түсініп, осыны сезініп келе жатқан жайымыз бар. Бәрекелді. Қасиетті сахнадағы ең алғашқы рөліңіз есіңізде ме? Әрине. Есімде ол ертегіден басталған. Ертегіден жаңадан келген кезім. Енді ең қызығы театрда отқа түскенше отқа түстің дей бер деп айтылады бізде. Жаңадан келген кезімде тура ертегіге состав керек болды да. Индира, келдің, қош келдің, ертең выездға дайындал, тауық боласың деді. Тауыққа жарайды, енді өзімде қызығушылығым, өнерге деген бағанағы ұрып тұр ғой іштей, темперамент ұрып тұр. Көрдің ба ол ертегін деп қояды. Көрдім, дайынсың ба дейді, дайынмын деп қоям. Ең қызығы ол ертегіні мен көрмеппін. Сонымен ертең шығуға дайынсың ғой дейді, дайынмын дедім. Бір көреміз дейді, жаңағы аха жарайды деп. Сөйтсем мынандай 40 парақ бетті бере салды. Сөйтсем ол тауық басты кейіпкердің жаңағы несі екен. Тауық екен ертегілерде. Сонымен мені ертеңге шейін жаттап үлгересің ғой деді. Өзіме сенімдімін, енді жастық иә деп қоям. Қызық болып тұр ғой маған енді шығу сахнаға, әріптестермен, әртістермен шығу маған өте қызық болды. Жарайды дедім, саған сенеміз деп жіберді. Енді өтірік айтпасам таңғы 5-ке шейін жаттаған шығармын. 40 бетті жаттаймын анан. Кімнен кейін кім сөйлейтінін де былай білмеймін, ең болмаса есте қалса да түсінетін. Жаттап алған. Таңғы 5-ке шейін мен текст жаттаумен болдым. Ал енді минут сайын бұл уже сахнаға шығатын алдындағы бір қобалжу мені бір үрей қатты биледі. Сенесіз ба? Бүкіл тексті ұмытып қалғанмын ғой. Бүкіл тексті ұмытып қалғанмын. Уже сахнаға шығып баратыр. Шығамыз деп. Ержұмаға, мен тексттерді білмеймін деймін. Анаяқта шетсей балашаға бәрі ертегі көреміз деп отыр. Саспа, бастысы саспа деді. Сахнаға алып шықты, көзім бақырайып кеткен. Енді сахнаға шыққаннан кейін балаларға да берер бірдеңе болу керек қой. Сонымен бар немді, тауықтың несін қоқ деп енді жаттап ағам. Тұрмын. Сөйтем да текстім есімнен шығып кеткен. Енді алғаш қол аяғым дірілдеп, не істерімді білмеймін. Сөйтем енді білікті әріптестерімнің арқасы алып шықты. Осындай, солай ғой деп қойып, бәйбіше солай ғой деп қойып, солай отағасы деп. Алғаш осындай
ертегімен шыққан, бұл есімнен де кетпей шығар. Бұл менің расында әріптесімнің арқасында, әріптестерімнің арқасында бірінші алғаш шыққан жаңағы образым осы тауықтың несімен шыққан, ертегіден. Осылай сомдаған, кейін түсініп алғаннан кейін әрине ол балалармен жұмыс жасау өте қызықты, былай қарап отырсаңыз. Көп ертегілерде ойнадыңыз ғой? Ертегіде де, иә. Басын енді әр әртіс келгенде ертегіден бастайды деп ойлаймын. Ертегімен ашылады әртіс, ертегі деген. Білмеймін, өзім ойнағаннан кейін пәленбай баланың көздеріне сеніп қарап отқаннан кейін де қызық енді ертегімен. Ал алғаш үлкен рөлді бастаған образым ол ең жақсы еркек комедиясынан басталды. Алғаш театрға келген кезде Болат аға режиссер болып ең жақсы еркек осы алып Гүлмайданды берді. Комедия етін ол. Енді комедиядан мен басында қорқтым. Өйткені мен студенттік кезіммен жаныма драма жақын етін. Драма бір болмысым сол лирика ойнайтын, солар шығар деп ойнайтын алғаш менің комедиям. Енді студент кезде де ойнадым мені, бірақ көбінесе жаныма жақын драма деп ойлайтын. Кейін соңдап шыққанымда осы Гүлмайдан образын, ол кезде Кенен Ағырбеков деген әріптесім, ол да білікті өте танымал әртіс. Театрдың өзінің қасиеті, жалғыз өзің ойнамайсың, мен өзімді көрсетемін демейсің, бұл жерде полный. Бір адам жоқ болса да көпшіліктің орны білініп тұрады. Орны білініп тұрады. Ең алғаш образым осы Гүлмайдан образы. Көңіліңізден шықты ғой? Көңілімнен шықты. Ол кезде ұмытып қалған жоқсыз ба жаттағаныңызды? Жоқ, енді ол кезде дайындалдық. Бір рөлге біз әрине міне деп, ол кезде дайындаламыз. Бір ай дайындаламыз, бір жарым ай дайындаламыз. Режиссердің қалай жұмыс жасағанына байланысты, қалай шығатынына байланысты. Ол кезде әр образды күнделікті дайындаласыз. Кейін уже ұйықтап, образыңды айт десе, сөзіңді айт десе, жатқа айтып тұрасыз ғой. Балалық кезде таблицаны жатта деп ұрсушы еді мұғалімдеріміз. Ұйықтаса да айтатындай бол деп, әр кейінгі, әр осылай жатталған, дайындалған образ. Тіпті осы басын бастаса да ары қарай айтып кете бересіз. Енді арада біраз ойналмай кейін еске түсіріп неғылмаса, күнделікті ойналған нәрсені көзге шырып тұрып. Сізді театрға келген қандай күш? Театрға келген қандай күш дейсіз ба? Енді айта келетін болсам, мен жастайымнан әртіс болам деп мүлдем армандамаппын. Мен тіптен мектеп қабырғасында жүріп те әртіс болам мен деп еш уақытта ойламаппын. Енді бізде өзім Жамбыл облысында туылып өскеннен кейін мектебімізде үйірме болатын. Кружок, драма үйірмесі болатын. Ондағы апайымыз ұмытпасам 11-ші сынып кезі осындай үйірме бар, келіңіздер, көріңіздер, қатысыңыздар деп шақырған болатын. Енді ол кезде балалық қой, құр жүргенде не істейміз, көрейікші осы, не болды екен үйірме деген, барып көрейік деген бір қызығушылықпен әшейін бардық. Сол кезде қош келдіңдер деп осындай бір рөл берді. Ол кезде ауқымды рөл. Қара кемпір шығармасын қойды Әлбек Әмзелұлынан. Сонда қара кемпірді берді. Енді ол кезде балалық анам тексті деген өте көп. Енді ол кезде бізде міндет қой. Ойнамайым апай, мен мынаны тем сөйтем, ойна, сенің бойыңда бар, талант бар, талап бар. Тіптен текст жаттауға ерінсем, екіге бөліп берем, жастық шағы, үлкен кезі басқаға берем, ойна деген бір қызығушылықты танытты енді. Сонымен сахнаға алғаш сол кезде шықты, жарайды, көрейін. Бір шетінен апайымның көңілінде қиғым келмейді, бір шетінен өзіме де қызық болып баратыр, қалай болар екен деген
алғаш сол 11-ші мектеп 11-ші сыныпта сахнаға шығып көрдім. Содан кейін енді МТ біздің жаңа бітірген кезімізде жаңадан басталып жатқан МТ бітіріліп жатыр жоғары работа деп түсу керек деген сондай ойлармен содан МТ-ға тапсырдым. Және бағанағы әпкеміз айтады, неге әртіс болмайсың? Бар ғой сенде, даны бар, өнерің бар, ары қарай шыңдасай деп қояды маған. Үйге барам да мен үйге әртіс болам деймін. Енді менің отбасымда жалпылай айтқанда өнерлі енді адам жоқ екен, былай қарап отырсаңыз. Әке шеше бірден қарсы болды. Ол маман бар, қайдағы әртістік оқуы саған деген секілді. Содан кейін ақыры мені түсірмейді екенсіңдер бұл оқуға, мен басқа қалаға кетемін деген талап қойдым. Мен егер ол кезде бізде жаңадан ашылып жатқан осында әртістік осында жинаймыз деп жатқан мен бар бізде өзімізде бар алысқа кетпейсің деп әкейім күнде жаңағы миыма құяды. Сол неме қарқынмен үйге келіп айтамын, үйдегілер қарсымыз дейді. Сонымен ағам жаңадан әскерге кеткен. Енді бізде 4 бала болғаннан кейін жалғыз ұл ағамыз, енді бәріміз ағамыздың да айтқанын, әкеміздің де айтқанынан тыңдап өскен адамыз. Содан мен басқа қалаға кетем дедім. Ақыр мен өнерге түсірмейді екенсің, басқа қаланы көрем. Мен көргім келеді, түсінгім келеді деймін ғой өмірді енді. Жастық ұрып тұр ғой, сөйтіп үйдегілер қарсы болды. Содан ағам айтты, басқа қалаға барып үйді жүргеннен көрі көз алдырдарында жүреді. Әртіс болса көрсін, оны да көрсін. Егер де мүмкін бір оқи түсінеді, өзінің кемес екенін түсінеді, шығып кетеді, қайта кейін енді шешем, әр шешенің арманы шығар, мұғалім, медицина саласы дәрігер, екеуінің біреуіне түс деп жүр ғой маған. Екеуі де болмай мен әртіс боламын деймін ғой. Бұл сахнаға бір шыққан адам, түсінген адам, сахнаны ол расында армандап тұрады екен. Шықсам екен, көрсем екен деген ниет болып тұрады екен. Содан көрсін өзі қайтар беті деді. Мен білетін Индира болса әртістіктен беті қайтар деді. Сонымен жарайды. Мейлі көр деді. Көр. Енді бізде ол жақта бағанағы экзаменде шығармашылық экзамен деген болады. Бәріне жүгіріп жүрмін. Осы жаққа түсем деп. Сонымен шығармашылықты түсіп, ары кетсе соған да түспейді. Әшейін қызығушылық қой бұнікі деді. Жоқ, Аллаға шүкір. Сол 11-ші сыныпта ашылған бір өнерге деген құлшыныс, содан өзіміздің жаңағы осы жерде көп салалы колледж бізде актер мамандығы деген оқу орны тура Тарбуде ашылған екен. Сол оқуға түстім. Содан бітірдім оқуды. Енді бізде соңғы жылдары практика болды. Бізге қызық ол кезде. Анайға шық дейді, жүгіріп шығамыз, мынайға шық дейді, жүгіріп шығамыз. Жағдайлармен театрдан қол үзіп кеттім десем де болады, біразға дейін. Бітіргеннен кейін біразға дейін қол үзіп кеттім. 2009-да қайта келдім. Жұмыс істесем аластама деп. Әрине көзді көрген кісілер әрине орным өшір деп алды. Кей себептермен қайта шығуға тура келді. Содан 2016-да қайта келдім. Содан әлі Аллаға шүкір. Осындасыз. Бәрекелді, сізді әріптестеріңіз комедия жанрын сомдауға өте шебер деді. Қандай рөлдерді ойнадыңыз? Комедиядан бастасақ, енді айтып отырмын ғой, ең алғаш рөлім бағанағы ең жақсы еркектегі Гүлмайдан болды деп, алғаш үлкен сахнаға бұрғандағы бірінші рөлім осы болды. Кейін әйелдер бір іс бастағанда дегенде, сол кезде бір базар, қазір есімде шығып тұр, енді айып өтпестер. Базарда ірі денелі есімі кім енді. Сол образ болды. Кейін Беуқыздар-ай спектаклінде 3 апалы сіңілі болады, күйеуге шығама жүрген. Сол кезде жан сұлу образын сомдадым комедия. Әзірге
Есіңізге түскен осылар ғой. Есіме түскені осы болды. Бәрекелді, бағана сөз басында айттыңыз, тәлімгерім деп. Ұстаздарыңыз кім? Ұстазым менің ең алғаш енді мектеп табалдырығында мені өнерге итермелеген мектеп қабырғасындағы Гүлсім апайым, Ахметова Гүлсім апайым қызығушылықты танытса, мені жоғарғы оқу орнында Дүйсебай Еркебаев ағайымыз кураторлықпен қабылдады. Сол кезде сол жылдары өзі жаңадан келген, мейлінше бар өнерін, бар өмірге деген талпынысты, өмірге деген қандай қиыншылық келсе де сынбауды үйреткен сол кісілер Айгүл апайымыз бастаған. Енді қарап отырсаңыз, мұнда менің ұстаздарым деп, ұстаздарды сол кісілерден алатын болсақ, Қуандық ағайымыз бар, келіп актеп бастағаннан міне сахна деген осындай болады деп. Бұл жерде театрдың әр саласы, театр саласында жүрген әр үлкен кісі ұстазым деп айтсам қателеспеймін. Өйткені расында сарауыз балапан болып келіп, ананы мынаны жүргенімізге мәз болып дұрысын түзеп, қара ондай емес, қамшылап отыратын да біздің өзіміздің театрымыздың үлкен кісілері, апай ағайларымыз. Тамаша. Енді сіз сомдаған қойылымдардан үзінді тамашалайық, экранға назар аударайық. Бәрекелді, енді өз аузыңыздан, өзіңіз сахнада сомдап жүрген рөлдеріңізден бір үзіндіні өзіңізден тыңдасақ. Енді осы кейін келе ойнаған образым Жамбыл Жабаев спектаклінен Айкүміс рөлін сомдадым. Ең қызығы, енді бұлай қарап тұрсаңыз, өнер деген көп. Жалпы елдің қателесетіні, бұл өнер адам бітті болды. Сен әнде айтасың, сен домбырада тартасың, бойыңда бүкіл қасиет болу керек деп санайды. Енді расында, егер керек болғанса, оны біз жасаймыз да. Осы образды маған берген кезде менің домбыра тартам, шер тамайтыным сәл қиындық туғызды расында. Қуандық аға, маған оның ойнағаның керек емес, маған сенің актерлық қасиетің керек, осыны көрсет деп ұсынғанда, енді айтыскер қыз сол. Айкүмістеген сол кезде айтыстан бір үзіндісін көрсетіп көрдім. Енді қазір қолымда домбыра жоқ қой. Тамаша. Алдыйдан шауып дәйім төс қосамын, арнамнан асып айтсам кеш қазағым. Күн мүсін ай күміспен айтысатын, елінде еркек жоқ па ес қожаның айбеу. Даусыңызда бар секілді, тамаша. Ән айтатын ойыңыз жоқ па? Кез келген адам бұлай айтамайтын шығар енді. Расында мен өнер саласына, міне театр, мен кейін кино саласына да қызықтым. Кино саласын көрсем деп. Бірақ енді біздің үйде өнерлілер болмағаннан кейін кішкентайымнан мен әнші болам дейді екенмін, жаңағы оперный дауыс ұстайды екенмін ғой. Бір күні анамның көңілінің қошы жоқ, барады екенмін да, мам, мен бүгін ән жаттап келдім деймін. Енді мектеп сабағында бағанағы ән үйірмесінен осындай мектеп вальсы ма, сондай бір ән бар екен, ол оперный дауыста. Май туса гүлдер шешем аса жазда деп басталады. Сонымен барамда мен сізге ән айтып берейін деймін, сөйтсем өзі шаршап отқан анам айтсаң айтшы деді. Енді мен ана дауысымда мүмкін айқайлап айтсам керек. Содан қызым
ләж болса айтпашы маған бұл әнді. Содан кейін неге деймін ғой, неге мен даусым соншалықты жаман ба десе, білмеймін қазір сені тыңдайтын мазам болмайды тұр ма, бірақ ән айтпашы деген бір сондай ұсыныстан кейін әнге деген өзімнің содан кейін қызығушылығым болған жоқ. Басылып қалды. Кейін театрға қайта келгеннен кейін әндерді айтқан кезде айтады, әжептәуір даусың бар, неге айтпайсың дейді. Неге айтпайсың сен? Иә, мен де тыңдап отырмын. Мен айтам, білмеймін. Білмеймін, оны қазір әнші боламын, не деп ойламаппын. Даусымның бар екен деп әріптестерімнен естіп, даусым бар екен ғой деген бір ой не қылды. Кейін әнді осы айтыскерді де айтасың, бар ғой даусың деп қуандық ағамыз айтқаннан кейін де мүмкін айтып шыққан шығармын. Бірақ алда әнші болып кетем деген әзірге ойым жоқ. Бәрекелді. Пародия жанрына қалайсыз? Жоқ. Пародияға өзім білмеймін, ондай еліктегіш пародияға жоқ екен қазір. Бірақ қандай осындай рөлді сомдайсың деп береді, жоқ деп айту біздің құқығымызда жоқ. Берілді, демек ойнап шығу керек болды. Бәрекелді, үлкен алғыс білдіреміз. Индира ханым, бүгін аяулы алтын уақытыңызды бөліп, бізге келіп, сұхбат беріп, әдемі әніңізді айтып, және әдемі сұхбат бергеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Аман жүріңіз, шығармашылық толағай табыстар тілейміз. Рахмет. Қадамың кітап басылар, өмірдің өзі сыя біл. Әу бастан тағдыр жазылар, өмірдің өзі театр. Амандықта жүздескенше, ардақты ағайын.